Сәлем, балақай. Қалың қалай? Бүгін балабақшадағы күнің қалай өтті? Әрине, тамаша өткеніне мен сенімдімін. Көңіл күйің қалай? Көңіл күйдің көтеріңкі болуы өте маңызды. Солай ғой? Әрине солай, дұрыс айтасың. Сен ертегі тыңдағанды өте жақсы көресің, иә? Менің ертегілерім саған тек қана жақсы көңіл күй сыйлап қоймай, сонымен бірге сенің ой қиялыңды дамытады. Сондықтан міндетті түрде кешкі жатарда ертегі тыңдап жат. Жарай ма? Ал ендеше ертегімізді бастайық. Мен бүгін саған ерекше ертегі айтып беремін. Ертегі мақта қыз бен мысық туралы. Ертеде бір үйде мақта қыз бен мысық өмір сүріпті. Мақта қыз бір күні үйді жинап жүріп, мейіз тауып алады. Ол әрине өзінің досы мысықпен ол мейізді бөліп жегісі келеді де, мысықты шақырады. Мысықты ары шақырады, бері шақырады, бірақ мысық дер кезінде келмейді. Ал сен өзіңнің қолыңдағы нәрсемен досыңмен бөлісесің бе? Әрине бөлісесің, иә? Себебі сен өте жақсы доссың. Ал ертегіні ары қарай тыңдайық. Мысық келмеген соң, мақта қыз мейізді өзі жеп қояды. Бірнеше уақыттан соң мысық келеді де, мақта қызға: «Мені неге шақырдың?» деп сұрайды. Мақта қыз оған жауап бермейді. Сонда мысық айтады: «Сен жауап бермесең, мен сенің сүтіңді төгіп тастаймын». Ал мақта қыз оған ерегісіп: «Сен менің сүтімді төгетін болсаң, мен сенің құйрығыңды кесіп аламын», дейді екен. Сөйтіп, екі дос ерегісіп, мысық мақта қыздың сүтін төгеді, ал мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Ал сен досың екеуің солай жасайсыңдар ма? Әрине, олай жасауға болмайды, өйткені сендер доссыңдар. Содан мысық құйрықсыз әрине жүре алмайды. Ал мақта қыз сүт ішкісі келеді. Мысық бір кезде мақта қызға барып: «Мақта қыз, менің құйрығымды қайтарып берші», дейді екен. Сонда мақта қыз мысыққа: «Ал сен менің сүтімді әкеп бер». Мысық сүт әкелу үшін сиырға барады. «Сиыр, сиыр, маған сүт берші», дейді екен. Сонда сиыр: «Сен маған жапырақ әкеп бер, мен саған сүт беремін», дейді. Мысық тоғайға барады. Тоғайдан жапырақ сұрайды. Сонда тоғай: «Сен маған су әкеп бер, мен шөлдедім». «Су әкеп берсең, мен саған жапырақ беремін», дейді. Мысық су іздеп кетеді. Өзенге бара жатса, жолда иін ағашпен су әкеле жатқан қыздарды көреді. «Қыздар, қыздар, маған су беріңдерші». Қыздар оған айтады: «Сен бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз». Мысық сағыз іздеп дүкеншіге барады. «Дүкенші, маған сағыз берші». Дүкенші былай деп жауап қайтады: «Сен маған жұмыртқа әкеліп бер. Оның орнына мен саған сағыз беремін».
Мысық өзіне жұмысын көбейтіп алды, иә? Сүтті төгем деп. Байқадыңдар ма? Мысық енді тауыққа барады. Тауық, тауық, маған жұмыртқа берші, деп жалынады. Ал тауыққа не керек? Әрине, оған жем керек, иә? Оның жемі дән екен. Тауық мысыққа айтады: сен маған дән әкеп бер, сонда мен саған жұмыртқа беремін. Дән іздеп келе жатқан мысықтың алдынан тышқан жүгіріп өтеді. Ол тышқанның артынан қуып барып, оны ұстап алады. Сол кезде байқұс тышқан былай деп жалбарынады: мені босатшы, мысық, сен не сұрасаң, мен саған соны беремін, дейді екен. Сонда мысық: маған дән берсең, мен сені босатамын. Әрине, тышқан дән беруге келіседі. Өзінің қамбасына апарып, жинап қойған дәнінен мысыққа береді. Оны алған мысық кімге барады? Әрине, тауыққа барады. Тауық оған жұмыртқа береді. Ал жұмыртқаны кімге береді деп ойлайсың? Дұрыс айтасың. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші оған сағыз береді. Сағызды алып, ол қыздарға барады. Қыздар оған су береді. Суды тоғайға апарған мысыққа тоғай жапырағын береді. Жапырақты кімге апарады? Иә, жапырақты сиырға береді. Сиыр оған өзінің нәрлі, құнарлы сүтін береді екен. Сүтті мақтағызға апарып беріп, өзінің құйрығын алыпты. Ертегі саған ұнады ма? Бұл ертегіден біз нені түсінуіміз керек? Бұл ертегі бізді адамгершілікке, достыққа адал болу керек екенін, және досың шақырған кезде үнемі қасынан табылу керек екенін айтады. Солай ғой. Осымен ертегі аяқталды. Енді жақсы жатып, жайлы тұруыңа тілектеспін. Қош сау бол.